Алла сүйген құлына сынақ бере ме? Әлде тағдыр тәлкегіне саламын десе демде екен. Ауылдың жайма шуақ күнінде, жауыны мен саф ауасы, сондай тамаша күнде біздің үйге аяқ астынан келін келді. Яғни ағам келіншек әкелді. Ол кезде алып қашу мода ма, жоқ салт па, сондай бірдеңе еді ғой. Үлкен жүк көлігімен алып қашыпты. Біздің қуанышымызда шек болған жоқ. Баламыз ғой мәз біз. Бірақ жеңгемді көтеріп алып кіргенде тура бір өлік сияқты көрінді. Улап-шулап жабылып жүріп әйтеуір не керек аман есен жиғызып алды. Біз үлкен отбасы едік. Әжем бар, әкем, анам, бәрін қосқанда 12 болатынбыз. Беташар бітіп жеңгеміз майысып тірлігін істеп жүрді. Томпайған тұйық мінезді екен. Әдеп келгеннен атымызды атай бастады. Әжем марқұмның қайынсіңлілеріне ат қойып ал балам дегенін елең қылмады. Кесірліктің бастамасы екенін сол кезде ұқсамшы. Содан әжем балам деп ақылын айтып отырып тәрбиелегісі келді. Бірақ оған көнетін жеңгеміз бе? Шеке басы тырысып, бөлмесінен шықпай тамақ әкелсе тарс еткізіп қойып, тіпті бізбен отырып ас ауқат ішуді де қойды. Жалпы айтқанда бізді менсінбеді. Ол кезде мен 12 жаста болатынмын. Жеңгем тамақ жасап жүріп етін теріп жейтін. Сонысы маған ұнамайтын. Тамақ піссе бірінші ағама құйып беретін, онысына мен. Неге бірінші әкеме құймайсыз? Бізде бұрыннан астың басын әкеммен әжеме ұсынатынбыз десем. Кетшер, өзім білем. Жердің құртындай болып, қақшаңдаудың қарашы, деп қағып өтетін. Алай, осыншама сұр жыланды біздің үйімізге әкелетіндей не жазып едік деп жүрегім суылдап кететін еді. Менің ағамен жас айырмашылығымыз едеуір болса да біз ерте есейдік. Анам 2 жерде жұмыс жасайтын, мектепте еден жуып, одан қала берсе ауылға сапармен келгендерге аспашы болатын. Жеңгеміз бізге бақ болып келмеді. Кесерлігі былай тұрсын, қызған жақтығы одан сорағы болды. Ағамызды келмей жатып ақ көзбен ымдап, өз айтқанын жасатып жүрді. Әжем байғұс қанша ашуланса да кесір келінге ұрыспай түсіндіруге тырысатын. Ал анам өзі шаршап жүргенде келін тәрбиелемей-ақ біздің қамымызды ойлап жұмыстан босамады. Келіннің ақай-тұқай мінезіне мән бермеуге тырысатын. Оның үстіне әжем болған соңда анам келінге онша қарай қоймады. Таңертең кеткеннен түсте келіп, тамағын ішіп екінші жұмысына қайта кететін. Сонда әжем есеп білмесе де көлеңкеңнің жылжуына қарап, әйген, үлкен келіннің келетін уақытысы болып қалды. Тамақтың қамын жасайсың ба? Деп болжап отыратын. Сонда да жеңгеміз бөлмесінен шықпай әжем бізге, әй қыздар, келіңдер, өзіміз тамаққа қам жасайық деп, күйбеңдеп отын тасып, су әкеліп. Тамақ жасап жүргенде жеңгеміз қабағына қар жауып бөлмесінен шығатын. Әлі есімде әжем, әй балам, бұның не? Сен жас келінсің, бұлай кердің дегенің ұят болады деп айтқандарын ұмытпаппын. Әкем өте қатал, кез келген адамға сөзін өткізе алатын жан еді. Бәріміз әкеміздің қабағын бағып отырушы едік. Сол әкеміздің де ықпайды ғой шіркін. Кердейіп өзінің деген істейтін. Әкем ашуланбасын деп әжем мен әпкем жеңгемді күтпей тамақ жасап қоятын еді. Менің ағам өте көрікті, аңғал, бауырмашыл, ақкөңіл жан болатын. Сол жеңгеміз келгелі ағамыздың да қабағынан қар жауып жүретін шығарды. Ағам барда жеңгем зыр жүгіріп, пысық болып көрінетін. Бір күні ағам маған бірдеңеге ашуланып, айуан деп жаман ұрысты. Ондай сөзді естімеген маған өте ауыр тиіп, долданып қатты жылағаным есімде. Сол күндерден бастап ағамыз бізден алыстай берді. Үйдегі реніштерде көбейіп берекеміз кете бастады. Сөйтсек Дарабайдың дауы жеңгем о бастан келгелі бөлек шығу екен. Оған қосымша үстемелеп ата-анасы да үйге келіп дүркін айқай-шу шығарып кететін. Сонымен не керек, бізбен 4 жыл бірге тұрып, қайнысының үйленгенін күтпей бөлек шықты. Бөлек шықса да тыныш жүрмей анама, сенің балаң, сенің берген тәрбиең деп сіркілдейтін. Кейінгі жылдары ағамды анама қарсы қойып, үйге келіп екеулеп ұрыс шығарып кететін. Анам үндемей қоя салатын. Әкем марқұм, қара құрт неме? Менің босағамды қабылдамаған қатынның атты жақсы болса үйге еді, деп отыратын. О, тоба, сол ойы дұрыс болды ғой деймін.
Кейінгі ағам да үйленіп 3 ағай тұрды. Сол кезде әжем, шырағым, көресіні көрмей көрге кірмейсің деген осы екен ау. Менің келінім, анамды айтады. Қанша адамды өз қолымен арулап көмді. Бедеу абысынымды, қайнағамды, өз атасында аялап қарап еді. Қайып еліне берді осындай келіндерді деп анамды аяп жылап отыратын. Біз есейіп ес біліп, оң солымызды танығалы сол қасиетсіз жеңгеміздің қаншама қылығына төздім анам шіркін. Біз өмірімізде қайын сіңлі болып, арқа-жарқа болып, әлме дүкен құрмаппыз. Есебіне жетсем, мен тұрмысқа шыққалы 20 жыл болса да ағамыздың үйіне тек үлкен жиындарда ғана барамыз. Басқа уақытта қонып, ахар-шахар рахаттанып отырмаппыз. Зәлімнің зәлімдігі сол екінші ағам үйленгенде оның әйелінде бізге қарсы қойып, біраз ылаң қылды ғой. Ол байғыз жақсы жарыз еді. Тек құрсақ көтермей 10 жыл отандасты да жөніне кете барды. Бір күні ағам жеңгемді жүк көлігіне салып төркініне апарып тастапты. Оны кейін естіп жатырмыз ғой. Содан құдамыз менің әкеме хабарласып, анау балам менің қызымды 4 баласымен әкеп тастады деп айқайлаған ғой. Әкем жарықтық салып отырып, баласының үйіне барса ағам, бармаймын, ол қатынның артынан көргім келмейді, естігім де келмейді деп жер тепсініп отыр дейді. Әбден шаршаған ғой, ағам совхоздың жұмысына кетіп кешке бірақ келеді. Қатында кешке дейін көше-көше аралап, өсек айтып, ол да кешке бірақ келеді екен. Тамақ жасалмаған, кір жуылмаған, балашаға өз беттерімен құрғақ нанды жеп жүре береді екен. Содан айқай-шу болса жеңгеміз бас салып бізді қаралап шығатын көрінеді. Шешең анандай, әкең мынандай, 6 қарындасың үйтіп қалсын, бүйтіп қалсын деп қарғап шығады дейді. Оны әкеме күйіп отырып айтып беріпті. Содан 3 айдан кейін әкемнің айқайымен 4 баланың обалына қалмасы үшін қайта алып келді. Бір күні әкем мен анам кешкі ас ішіп отырса, ағамның 6 жасар қызын бір кісі әкеліп тұр дейді. Ойбай, түн жарымда қайдан жүрсің деп, жандары қалмай шошып кеткен ғой. Сонда жағдай былай болған екен. Ағам мен жеңгем ұрсып қалады. Ағам көшеге шығып кеткенде жеңгем жаңағы кішкентай қызына, бар, атаңды шақырып кел. Келіп баласын тәртіпке салсын деп, қызын шығарып жіберген екен. Ол кезде ауылдан ауылға қатынайтын автобустар болатын еді ғой. Солардың біріне отырып кете берген ғой кішкентай қыз. Танымайтын ауылға барып көшеде жылап тұрғанда бір кісі жөн сұрасып, әкемнің есімін танып үйге алып келген екен. Әлгі кісі таңғалып, қандай ана ол өз баласының басын қатерге тіккен деп басын шайқап кеткен. Осылай жылдар өтіп жатты. Берекесіз қатын біздің үйдің бар ырысын, берекесін қашырды. Әпкелерім бірінен соң бірі тұрмыс құрып, өз теңдерін тауып кетіп жатты. Сол әпкелерімнің да бағын қызғанушы еді ғой шіркін. Құдалық қуғыншыға барса, ой пұф, түкте жақсы жер емес екен. Енесі қазымар сияқты, күйеуі шетін сияқты деп, тек негатив айтып көңілімізді түсіріп келетін. Не деген іштарлық десеңші, оны жөн жоралғыға қоспайын десең, соның жолы ғой, үлкен жеңгесі ғой деп салтымыздан аттап кете алмайтын әжем марқұм. Анам үшін әжем не айтса сол заң болатын. Енесін қатты сыйлайтын, кейде келін ененің топырағынан жаралады деген сөзге нанын қырамай қалатынмын. Жеңгем анама мүлдем ұқсамайды. Анам енесімен күйеуіне қарсы келген емес. Бізге де солай тәрбие берді. Ер азамат пен қарияны қалай сыйлау керек екенін үнемі құлағымызға құйып отырғанымен қоймайын. Өз ісімен де көрсете білді. Анам әжемді құрметтеген соң бізді де әжемді солай құрметтедік. Анамның ой, қойш, ол кәрі кісі ғой, айта береді деген әңгімесін естіген емеспін. Анамның сол тәрбиесінің арқасында бізде барған жерімізге тез сіңіп кеттік. Ата енеміз бен ер азаматымызды сыйлап отырамыз. Сол татулығымызды да көре алмайды ғой сабасың. Бір күні әжем мен нағашым үшеуміз ағамыздың үйіне бардық. Содан кешке ағам шаршап келіп тамақтан соң жатып қалды. Демалайын, шаршадым деп отырған. Бір кезде жеңгеміз біздің көзімізше, маған ақша тауып бер, мен туған күнге барам деп бастады. Матаңды алып бара салсаңшы, ақшам жоқ деді. Айқайлап кетті. Әжем, келін қойсаңшы. Балам жұмыстан шаршап келді ғой деген сол. Сен қақпас,
балаңның құлағын көтермей тыныш отыр. Сенің ішің толған арам деп, аузына келгенін оттап жатыр ғой. Өмірінде ондай сөз естімеген әжем байғұс жылап жіберді. Сонда нағашым арғы бөлмеде намаз оқып отырған. Намазын қаза қылмай біткен соң келіп, «Әй келін шырақ, бұның не құдағай апаға сонша шәңкілдегенің ят емес пе?» десе, «Сен де тыныш отыр, жұмысың болмасың», деп сенсіреп шәңкете қалды. Нағашым ашуланып, «Ой, пәдеріңе нәлет, көргенсіз, тәрбиесіз. Қандай ана тәрбиелеген сені? Енді аузыңда шушу болма, бір жақты қылғам» деп қатты ашуланды. Сонда ғана үні өшіп сыртқа қашып шықты. «Заман-ай десеңші, жаман қатынның жамандығын айтып тауыса алмассың сірә». Бір күні сол жеңгем тұратын ауылға екінші әпкем тұрмысқа шыққан. Сол әпкемнің баласы ауырып азын аулақ ақша сұрап барса жоқ деп алып, ертесіне базарға барып киім қарыштап жүр дейді. Оны әкем марқұм есіп алып, қатты ашуланып кетті. «Мен сендерге барымда ауыздарыңа тосып отырмын. Он десең оның, май десең майың болып отырмын. Неге сол ауылда тұрып бір түйір қайынсіңліңе қайырым жасай алмайсың?» деп ашуланып сөйлейді ғой әкем. Сөйтсе ертесіне әке шешесі ағайындары келіп тұр дейді. Салып ұрып анашым барады ғой. Әке шешесі зіркілдеп сөзге кезек берер емес дейді. Үлкен ағайын аталары мен мән-жайды білген соң, ойбу, ұят болды ғой құдағу. Біз бір нәрсе бөлініп қалды ма десек, болмайтын нәрсеге неге әкелдің? Бізді жерге қараттыңдар ғой деп құдағиға сол жерде шегіп тастады. Құдағи, бірақ бұлар, «Тәйт, өшірініңді. Ештеңе естігім келмейді. Сен келіннің сырыңды беске білеміз. Қане тұрыңдар, кеттік ауылға. Осы қатынға еріп жүрген сен де оңбайсың» деп құдаға да ұрсып, алдына салып қайтып кетіпті. Бірақ кетерінде жаңағы ата ағама, «Балам, мынадай қатынның ертерек құтылмасаң ертең өміріңнің егеуі болады. Туған бауырларыңнан ажыратады, жақсы адамдар екенсіңдер. Сендерге мына кесір келіндерің жақсылық әкелмейді» деп айтып кетіпті. Сол сұм қатын бөлек шығарда өзінше қуанып, 3 жасар үлкен қызын алғашқы немерелеріңіз ғой деп әке шешеме қалдырған. Біз оны 6 жасқа шейін қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға соқтырмай асты үстіне түсіп отырдық. 6 жаста мектепке беріп, мектеп директоры әке шешемді қатты сыйлайтын. Алғашқы қоңырауда да осы сіңліне соқтырды. Мәртебесі биік болып, сабаққа да ынтасы жақсы еді. Бірақ анашым қанша аялап отырса да өскен сайын, «Анаң мен әкең» деп аға жеңгемді айтып отыратын. Ешқашан шешесін жамандаған емеспіз. Мектепке барған соң 2 айдан кейін жеңгеміз шу шығарып қызын шырылдатып, бәріміздің жүрегімізден жұлып алып кетті. Қызы да біразға дейін шешесіне бағынбай жүрді. Сонда ағама, «Сенің шешеңнің берген тәрбиесі әбден қарсы қойып қойған маған» деп ұрсатын көрінеді. Әй, артынан ай өртіп, жыл артынан жыл өтіп жатты. Кесір қатын кесірлігін тоқтатпады. Әжем анама, «Мүмкін сен келінді аша алмаған шығарсың. Мүмкін оған біздің мейіріміміз керек шығар. Мен қолына барып көрейін» деп әке шешемнің қарсылығына қарамай, Тажал жеңгемнің қолына барып алды. Мүмкін көзінің тірісінде бар мейірімін көрсетіп, жақсы жағына тәрбиелеп кетейін деген шығар. Бәлкім өзі олай-бұлай болып кетсе, момын анашым жалғыз қиналмасын деген болар. Бірақ оған көнетін кесір қатын ба? 1 ай болмай жатып, «Қақпасшы, қақпас» деп аузына келгенін айтқанын қоймапты. Құдайдан қорықпағаннан қорық деп атам қазақ бекер айтпаса керек. Түзу жолға түсейін деген ниеті болмаса, бәрі бекер екен ғой. Оған қанша мейіріміңді төк, қанша жақсылық жаса, қаншама қателігін кешір, оған бір тиын екен. Тек өзінікін дұрыс деп есептейтін соқыр көкірек көзінде соқырлап тастайды екен ғой. Өмірде ең жаман қасиеттің бірі осы соқыр көкіректік. Ондай адам ешқашан бақытты болмаса керек. Жас кезінен үлкендердің батасын көгермеген соң, қартайғанда біреуге ақыл айтудың өзі артық. Бізді осы уақытқа шейін бір сұрақ көкейімізде тесіп келеді. Неге? Неге жеңгеміз бізді сонша шек көреді? Біз оған не жаманшылық істедік? Осы біреулерден қайын сіңісі жеңгесінің бетін жұлып тастапты, киімдерін өртеп тастапты. Тағы біреулер келіннің басын қабырғаға ұрыпты дегенді естіп жатамыз ғой. Бізде ондай болмақ түгілі қарсы келмегенбіз. Себебі әжем мен анашым солай тәрбиеледі.
Бірдеңе десек анам, ойбай, қой тыныш отыр. Сен қызсың, қыз жөніңмен кет. Ертең біздің көзіміз кетсе, осы аға жеңгелерің төркін болады, деп тиіп тастайтын. Әжем байғұс ол үйден азып-тозып келгенде қорқып кеткенбіз. Сонда әжем, мына келіннен қатты көңілім қалды. Мейлі, бала шағасының алдында аман болсын. Қарғамайын. Аллам бұл келіннің күнәсін кешірсін деп сонда да жақсылық тілеп отыратын. Жылдар өтті, әжем анамды уайымдаумен өмірден озды. Артынша 1 жыл болмай әкемде бұл дүниеден қош айтысып кете барды. Бірақ кетерінде бізге ағамды аманат етіп кетті. Ағаларың момын ғой, бересіңдер, қамқор болыңдар. Тұңғышымды тажал келіннің қолына жалғыз қалдырмаңдар. Той домалағына қалмай барыңдар. Жалғыз өзі шәутеңдеп тұрмасын. Айналайын қыздарым, сендердің ақылдарың бар ғой. Аналарың мен бауырларыңа бас көз болғайсыңдар деп қош айтысып мәңгілікке кете барды. Әжем марқұм өте ақылды жан еді. Бала кезімізде ағаларымызбен ойнап төбелесіп, тебісіп жатсақ, қой, ойбу, ятай, ағаңа қол көтергенің не? Қыз баласы ер азаматқа қол көтеруші ме еді? Естеріңде болсын, ер баланы теппейді. Әйтпесе үйде ақша болмай қалады десе бірден есімізді жиятынбыз. Ал ағаларымыз бізді ұрып ойнаса, ойбу, балам-ау, қыз ұрған несі? Қыз деген қонақ, ертең басқа елге кетіп қалғанда сағынатын боласыңдар. Қызды жылатпаңдар. Қыздың наласы жаман болады деп бәрімізді реттеп отырған екен ғой қазір ойласам. Сол сөздері әлі күнге дейін есімізде қалып қойған. Әжем мен әкемнің жандары жәннатта болсын. Әжем мен әкем қайтқанда бәріміз үйлі баранды болып, бір-бір әулетті дөңгелетіп отырғанбыз. Бір-бірімізге қамқор болып ағамызды да ұмытпадық. Шақтырмасақ та төркінімізге келген сайын ағамның үйі шақырмаса да сыйлықтарымызды алып баратын едік. Ағам байғұс біз барса қуанып қалатын. Жеңгеміз әдетінше тырысып бүрісіп, көңілсіз тамағын сылдырлатып берсе де ағамыз үшін ойымыздағыны ішімізге жұтып кететін едік. Біз барғаннан бала шағасын тоқтбақтап, шұлқылап, қырып, айқайлап, ұрсып отыратын. Дуа жасауға келдіңдер ме? Не үшін келе бересіңдер деп дейсетін бізге. Көп созып қайтейін, кесірліктің көкесі әжем мен әкем кеткенде басталды. Бұрын әкемнің аздап қаймығатын, енді тіптен өсіріп алды. Ол кезде 6 балалы шағалы болған. Үлкен қызын ұзатқанда біз басқа өңірлердің жетеміз дегенше анам хабарласып, қайда жүрсіңдер, шандарым-ау, мына келін мені жеп бара жатыр ғой, неге ертелік келмейсіңдер деп шырпыр болып жатыр. Енді бәріміздің жұмысымыз бар, отбасымыз бар, ата-енелеріміз бар. Ерте баруға мүмкіндік болмаса қайтеміз? Әркім өз арабаларын сүйретіп жүр емес пе? Сонда анама сіркілдеген қой. Қыздарың неге ерте келмейді? Дайынға тап болып келейін деп отыр ма? Олай болса, келмей-ақ қоймай ма? Деп анам байғұсты жеп қойған екен. Той басталып, соңында қырғын ұрыс шығарды. Ортадан жинап берген қомақты қаражатымызды бір тиын қылды. Қоржындарды төркініне ашқызып, бізді адам қатарына санамаса да ағамыз бен әкемнің амандаты үшін үндемей жылап қайттық. Қай жылдары жеңгем қатты ауырып, қақпастыққа жете алмастай болып бір өлімнен қалды. Сонда осы біздер жүгіріп жүріп емдеттік. Біреуміз Астанада, екіншісіміз Алматыда. Жан-жақтан білікті дәрігерлерге көрсетіп аман қалды. Қазір екінші келін түсірген, келіні өзінен асып түспесе кем емес-ау. Үлкен баласы мен келіні бөлек шыққан. Анасымен араласпайды. Баласы бізге хабарласып, әпке, мен бұрын сіздерді шек көретін едім. Анам солай көрсетіп тастаған еді. Сөйтсем бар күні анамнан екен ғой. Неге анам мен таңдаған жан жарымды жек көреді? Жоқ жердің қызы болған үшін бе? Әке шешесі кедей екеніне қызының не жазығы бар? Сен бейшарасың, неменеңе сеніп сөйлейсің? Сорлы төркінің тасып жатсың ба? Деп тыныштық бермеген соң бөлек шықты. Сонда да маза бермейді. Статусқа қойған суретімізге дейін ұрыс шығарады. Неге олай жасайды әпке? Дегенде не дерімізді білмей қалатымыз. Сол жеңгеміздің кесірінен болар, қара шаңырақта бір келін тұрақтамады. Анамыз 80-нің сеңгіріне шықса да қолында бірде-бір келін жоқ. Екі бауырым бойдақ. Кейде көрші жеңгелеріміз айтады, жандарым-ау, сендер сондай қасиетті, дарыған жақсы жандарсыңдар. Қыз болса сендердей-ақ болсын. Әттең, сендердің үйлеріңе келін болып түскенде ғой.
Бір әйелдің кесірі бүкіл әулетке зияны тиіп отырғанын қарашы дейтін. Ал анамыз болса бізге, бала, аға дегенді жалынып жүріп бауырғыласыңдар. Ал қыздар өз-өздерімен туысып кетесіңдер. Кешірімді бола беріңдер, деп үнемі айтып отырады. Жаным, анашым, қартайған шағында келіннің рахатын көрмедің-ау. Арқамызға аяздай бататыны да сол. Қартайған шағында намазын оқып, ақ орамалын тағып төрде отыратын шағында. Мейлі, бұл бір тағдыр ғой. Түрік киносында Феркунде деген зәлім бар емес пе? Білетін шығарсыздар. Тура сондай жылан ғой біздің үйдің. Бір ғұмырда бір келіннің кесірі құртқаны ғой. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан деген адам қазақ бекер айтпаған екен ғой. Біздер қыз деген жарықтықтар сәл жылы сөзге сәру кереміз ғой. Кере ғой деп жылы сөйлеп тұрса, барымызды беруге дайын тұрар едік. Бүкіл отбасымыз айрандай үйіп, береке бақ, бірлік, үшеуі де қосарланып босағадан кірмес беті. Осы шығармам біраз адамдарды ойландыратын шығар деп ойлаймын. Осы орайда өз ойымды айтқым келеді. Әрине, таяқтың екі ұшы болады. Бар кінәні келінге жауып қоя салуға да болмайды. Мүмкін ол осындай боламын деп ойламаған шығар. Мүмкін оған жақсы тәрбие бермеген ата-анасы кінәлі шығар. Барлық жаман мінез балалық шаққа келіп тіреледі ғой. Әр бала пәк, періште болып туылады. Өсе келе алған тәрбиесіне қарай мінез қалыптасатыны рас. Мысалға алқаштың ұлы алқаш, бастықтың ұлы бастық болып шыға бермейді ғой. Сондықтан баланы жас кезінен дұрыс тәрбие беруге тырысуымыз керек. Енді кесір келін қайдан пайда болады? Соны талқылап көрейікші. Неге кейбір адамдардың жүрегі осындай өшпенділікке толы болады? Неге кейбіреулер біреудің бақытын көре алмайтын іші тар болады? Неге біреулер тура жолдан тайып бара жатса да түзу жолды таңдағысы келмейді? Осы сұрақтарға жауап іздеп көрейікші. Жоғарыда айтқанындай көп нәрсе балалық шақтан пайда болады. Ең бірінші балаға мейірімімізді аямауымыз керек. Арасында қадалдық танытып қойсақ та жақсы көретінімізді тек сөзімізбен емес, ісімізбен дәлелдеп, арасында сыйлықтар әперіп, тіпті сыйлық әперуге мүмкіндігіміз болмай бара жатса да, сүйікті тамағын жасап беріп қуантып тұруымыз керек. Сонда бала өз отбасында маңызды екенін түсінеді. Жүрегінде суықтықтан бұрын жылулық ұялайды. Ата-ана бала үшін ең жоғарғы тұлға болуы керек. Яғни сондай болуға тырысу керек. Мысалға, сіз балаңызды ұрып-соғып балағат сөздермен сөге берсеңіз, онда балаңыз жылулықты сырттан іздейді. Желіден немесе сериалдардағы әдемі актерларды армандап, өмірде ненің жақсы, ненің жаман екенін ажыратудан шатасады. Көбіне осындай тұманнан шыға алмай жүрген бала тез бұзылып кетеді. Бөтен біреу айналып үйіріліп отырса, соның сөзі майда жағып, жылы сөзге шөлдеп жүрген бала сусынын қандырғысы келеді. Жылы сөйлеген адам не айтса да көнуге дайын тұрады. Оған тек жылы сөйлесе болды, басқа ештеңе керек етпейді. Теріс ағымның тұзағына түскен пенделер де көбінесе отбасынан жылулық көрмегендер болса керек. Тағы бір маңызды нәрсе ол тәрбие. Біз тәрбиені қалай беруіміз керек? Қазақ айтады ғой, қызыңды бөтен үйге қондырма, ұлыңды бөтен үйден тойдырма деп. Әсіресе жеткіншек жаста қыз болсын, ұл болсын өте мұқият болуымыз керек. Ондай жаста баланың миы шатасып, не бала емес, не ересек емес. Тағы да екі ортада адасып жүреді. Сол кезде біз көмегімізді аямасақ, әрдайым қолдап қателік жасаса да ұрыспай, енді қайталамауын, ол нәрсенің неге дұрыс емес екенін түсіндіріп, ересек өмірге дайындауымыз керек. Мысалға, біз тамақ жасасақ, дәмді болу үшін астың ақырын қойып, түрлі дәмдеуіштер қосып баптаймыз ғой. Ал егер тез пісе салсыншы деп сақырлатып қайната берсек, оны дәмі бұзылып, еті қатып қалып, немесе асты күйіп кетеді. Бала да сол сияқты. Біз оны асықпай ересек өмірге пісіруіміз керек. Белі қатпаған балаға бар жұмыс істе, өзіңдей балдар ақша тауып жатыр. Сен әлі кішкентай бала сияқтысың деп асықтыра берсек, ол намыстанып бірден ересек болғысы келіп, әбден шатасып кетуі мүмкін. Қыз балаға да солай, әсіресе қызыңыздың әр қадамын аңдып отыруымыз керек. Қазір Аллаға шүкір бәрінде телефон бар. Таңертең сабақтан қай уақытта шығатынын сұраңыз. Сол уақытта хабарласып келе жатқанына көзіңізді жеткізіңіз.
Құрбысына баратын болса да құрбысының анасының қыздарға білдіртпей сұрап алыңыз. Телефонда кіммен сөйлеседі, қандай сайттарға кіреді бәрін ұрыс жанжалсыз біліп отыру керек. Тіпті алысқа оқуға кетсе де үнемі хабарын біліп отырған абзал. Көбіне көше көрген қыздың осылай беті ашылып кетеді. Осындай бетбақ қыз баланың пайда болуына тағы да бір себеп, ол отбасындағы жанжал. Бұл да бала үшін өте маңызды. Біздің бір ауыз сөзіміз оның бүкіл өміріне балта шабуы мүмкін. Яғни баланың көзінше анасын шешеден боқтап, немесе бір-бірін кемсітіп, мазақтап, қарқылдап күле берсек, ол бала дұрыс тәрбие алмайды. Кейбір ер азаматтарымыз бала шағасының көзінше анасын тоқпақтап, тепкілеп жатады. Ондайды көрген кейбір ұлдар, әйелді осылай тәрбиелеу керек екен ғой деп, ертең өз отбасына осыны қайталайтын болады. Керісінше, анасы да бала шағасынша көзінше әкелерімен салғыласып, бет жыртысып ұрысып, бір-біріне ауыр сөздер айтқандарын естіген бала, сол сөздерді миына жаттап алады. Міне, ұрысқақ келін, ұрысқақ күйеу, осындайдан пайда болса керек. Ешқашан балаңыздың сізге сөз қайтаруына жол бермеңіз. Бажылдап ұрыспай-ақ, қабақпен қорқытып үйреніңіз. Ұрса берсеңіз сөзін қадір кетеді. Ертең ұрыспасаңыз тыңдамай отыра беретін болады. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Әңгімеден алған әсерлеріңізді пікір бөліміне қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.